Сәлем құрметтім, бізде бүгін бір кесе терапия. Бұл бөлім өте ыстық болғалы тұр. Oh my. Шайыңызды қоюлап құйып алыңыз, жақсылап жайғасыңыз, күшті тақырыпта әңгіме айтамыз. Бүгінгі тақырып жыныстық қатынас туралы. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Сұрақты оқымас бұрын сізден бір өтінішім бар. Дәл осы видеоға лайк басыңыз, пікір жазыңыз, бөлісіңіз, маған қолдауыңыз өте қажет. Сонымен, бірінші сұрақ. Орысша араласқан. Қалай келді, солай оқи берейін. Менің орысша скончался. Здравствуйте, я Турсунбек, меня зовут официант, что хотели? Не чувствую, что муж удовлетворяет или муж не особо хочет этим заниматься, как в начале отношений. Күйеуім мені қанағаттандырмайды, немесе қарым-қатынастың басындағыдай жыныстық қатынаспен айналысқысы келмейді. Из-за этого есть типа арада какой-то барьер. Особо не говорим об этом деген сияқты запросто болса. У нас же не общаются насчет этой темы особо и в целом не спрашивают друг у друга. В общем, просто что страсть пропала. Телек кеттім. Орысшаға телек кеттім. Тілім сынып жатыр. Что это может быть? Түсінгенім бойынша, күйеуім де қанағаттандырмайды, немесе мен өзім де қанағаттанбаймын. Жалпы әу бастағы бір-бірімізді іздеп аңсап тұратын, өте керемет лапылдап тұрған құмарлық қайда қалды, бір-бірімізбен сөйлесе алмаймыз деп жатыр. Жалпы тек қана көзбен көріп, құлақпен естіп, вау деген бойдағы құмарлықпен ғана үйленетін болса, бұл тек қана құмарлық. Ол сұлу болды, ол әдемі болды, арғы жағындағы бейсаналық байланыс, жанның байланысы, түсінісу, сезімдердің байланысы деген болмай, тек лап еткен бір сәтті құмарлықпен үйленген кезде қатынас көпке бармай суып кетуі мүмкін, немесе ол екі адамның қолында ол қатынасты келесі деңгейге өткізуі. Өйткені тәннің құмарлығы басылады, балайы бітеді, тәтті кезең, әркімде әртүрлі 2 ай, 3 ай, 5 ай, жарты жыл, 1 жыл деген бір-бірімен ажырамастай болып керемет кезеңді өткізуі мүмкін. Сондай жыныстық қатынастың құмарына қанбай жүріп, одан кейін басылады және келесі кезең басталады. Бұл бірін-бірі түсінісуі, бірін-бірімен жан деңгейінде, сезім деңгейінде, бейсана деңгейінде байланыс орната алуы, жақындық, близость. Тәннің жақындығы бітті ма, енді ішкі жақындық, жан дүниенің жақындығы орнау керек. Көп жағдайда дәл осы кезеңде, мынау көпір ғой, тән, ары қарай жан немесе ішкі жан дүниенің жақындығы. Осы кезеңге өтпегендіктен өкінішке қарай көп отбасы үйленіп, одан кейін ажырап жатады. Бұл өте өкінішті. Жанның жақындығы не деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл әрине екі адамның бірін-бірі сезе алуы, түсіне алуы, сөзбен де, сөзсіз де. Бейсаналық тұрғыда жақындық, жалпы бір-бірімен сөйлесе алу, әңгіменің жарасуы, бір-біріне қызық болуы, сенің әйелің немесе күйеуің нені жақсы көреді, немен айналысқанды қалайды, бұл жерде махаббат және мейірімнің рөлі ойнайды. Бұл жақындықта әрине ең бірінші екі адам қауіпсіздікті сезіну керек бір-бірінің жанында. Менің сезімдерім сыртқа шығып айтылатын болса, білінетін болса, оның жанында мен қауіпсіздікті, жайлылықты, жылуды, мейірімді сезінем. Немесе мен оның сезімдерін, оның кез келген болмысын, табиғатын түсініп, жақсы көріп қабылдаймын мейіріммен. Ол да менің жанымда өзін қауіпсіз сезіну керек. Отбасын құрғаннан кейін шығатын, көбіне назар аудара бермейтін, бұл екі адам қосылғаннан кейін ата тек бірігеді, екі жақтың тегі бірігеді, әулет бірігеді, сол кезде ұжымдық бейсанадағы түрлі негатив программалар, сценариялар шығып кетуі мүмкін. Егер оны білмесе, ол өте белсенді болып кететін болса, себепсіз ұрысу, ішіп кету, қыдырып кету, тағысындағы көптеген мәселелер орын алуы мүмкін.
Бұл да астын сызатын маңызды пункт, сондықтан енді мамандарға жүгінгеніңіз дұрыс болатын шығар. Бұл мәселені тереңнен қазғыңыз келсе. Ал егер күйеуіңіз сізді тек бір сәттік құмарлықпен жылт етіп, вау деп сұлу болғаныңыз үшін ғана үйленген болса, және ары қарай оның сізге деген сезімі жоқ, оның құмарлығы басылғанын өзі байқап қалған болса, сондай арада бір салқындық бар дедіңіз, иә. Ондай жағдайда енді өзгенің таңдауын, өзгенің сезімдерін, махаббат мейірімін, талғамын құрметтеуге тура келеді. Өйткені бәлкім бұл суықтықтың артында ендігісі күйеуіңіз басқа жанға ғашық болып қалған болуы да мүмкін. Әрине, тәндік құмарлық болмаса, ондай да нұсқа болуы мүмкін. Сондықтан бір ғана хатпен бір диагнозды қоя алмаймын, мен сізге жан-жақтан әртүрлі мәселені айтуға тырысып көрдім. Егер сіздің қатынасыңызда тәндік құмарлық әбден таусылып, тойып, келесі деңгейге өтетін бір көпірде тұрған болсаңыз, яғни сезім, махаббат, мейірім, жақындық, сол кезеңге, сол деңгейге қалай өтемін деген бір сұрақпен тұрған болсаңыз, онда мен сізге мына бір мысалды айтайын. Менің сезім, махаббат, ақша атты терапиялық курсым бар. Ол жерде теориялық сабақтар бар, видео сабақтар түсіндіретін барлығын, сезім не, қайсы қай жерде, махаббат не дегендей. Және 11 терапиядан тұрады. Менің 11 жеке терапиямды алғанмен бірдей. Бір терапиялық курста. Соған қатысқан бір ханым болды. Ол ханымды күйеуі қатыстырған екен. Кейін өзі бөлісіп жатыр. Яғни арасында түсініспеушілік болған. Осылай үйленген, әбден төсектің тәттісіне тойған, келесі деңгейге ары қарай не істейміз деген сұрақта күйеуі менің курсымды алып берген. Және қызығы, сол ханым кейін алғысын жаудырады. Рахмет те рахмет, өйткені мен өз сезімдерімді енді түсініп жатырмын. Күйеуімнің сезімдерін енді ғана естіп жатырмын. Есту. Мен сені жақсы көрем деген сөз емес. Есту, оның әр қылығында, әр қимылында, әр көзқарасында оның сезімдері болады. Сол нәрсені енді естіп жатырмын. Біздің қарым-қатынасымыз өте тығыз болды, мүлде басқа деңгейге шықты. Тіпті қыз бен жігіт болып ғашық болып жүргенде бұлай бір-бірімізді жақсы көрмеген едік деген сияқты алғысын жасады. Сондықтан мен сізге осы сезім, махаббат, ақша атты терапиялық курсымды ұсынамын. Өте мықты көмек болады. Әрине өзіңіз шын ниетпен кірісіп оқысаңыз. Сілтемесін дәл осы видеоның астына қалдырамын, танысып қатыссаңыз болады. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Қазір сексологтар курсын сату үшін ой байлап жарнамасын өлтіреді. Расымен төсек дұрыс болса, қалғанның бәрі гүл бола ма деген сұрақ. Яғни жыныстық қатынас өте жақсы болса, өміріңнің басқа саласының барлығы керемет болып кете ме деген сұрақ. Егер дәл осы бір ғана қағидаға сүйенетін болсақ, менде сіздерге бір сұрақ бар. Жыныстық қатынас өмірде бәрін шешетін болса, онда неге жезөкшелер әлі күнге жалғанды жалпағынан басып, әлемдегі ең бай, ең бақытты адамдар емес? Демек, ол жыныстық қатынас бұл барлығын шешпейді. Бар болғаны өмірдегі ең маңызды бір саланың бірі ғана. Ал енді мамандарға келетін болсақ, өзге мамандар үшін мен жауап бермеймін. Кез келген маманды сыйлаймын, құрметтеймін десе де олар қалай жеткізді және сіз қалай қабылдадыңыз? Тек осы бір сөйлемді ғана жаттап алған болуыңыз әбден мүмкін, иә. Сондықтан мамандар туралы әңгімені де шетке ысырып қойғым келеді. Бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Былай дейді: Эльвира ханым, маған мына сұрақ қызық. Мастурбация жасау дұрыс па? Ер адамдардың порно көруі қанағаттанбаудан ба? Мен жүкті кезімде жолдасымның порно көріп мастурбация жасап жатқанын байқап қалдым. Басында оған қалай реакция білдіруді білмедім. Сосын босанған соң да дәл солай болды. Бір күні шыдамай, сен не істеп жатсың деп ұрсып беріп, бетінен жіберіп қалдым. Кейін солай теріс қарап жатса, сол жасаған әрекеті ойыма бірден келеді. Жолдасыммен ашық түрде сөйлесе бастадым.
кейіннен ер адамдар кішкентай кезінде үйіндегі ата-анасының қарым-қатынасынан ашуын шығара алмағаннан сондай қадамға баратын, кейін әдетке айналатынын естідім. Содан ба деп сұрадым. Кейін күйеуім қойды, бірақ әлі де осы сұраққа жоғарыдағы дұрыс толыққанды жауап ала алмай жатырмын. Сіз айтыңызшы дейді. Сізге былай жауап берейін. Жалпы мастурбация, анонизм, өзінің тәніне қызығушылық танытуы адамның ер болса да, әйел болса да бұл қалыпты жағдай. Егер шектен шықпаса, ол өзінің бір солай тәнін тану процестері немесе солай босаңсу, ләззат алу процестері болуы мүмкін. Өте көп болмаса, ол қалыпты жағдай. Бұл психология айтады, мен емес айтып тұрған. Ал егер шектен шығып көп болып кететін болса, өміріндегі көп нәрсені алмастыратын болса, мысалы, өмірде адаммен болатын жыныстық қатынасты, немесе жұмысты, тамақты, тағы көптеген мәселелерді алмастыратын болса, онда бұл дабыл қағатын жағдай. Бұл жерде сіздің күйеуіңіз туралы емес, ханым, мен сіз туралы айтқым келіп жатыр. Ең бірінші назар аударатын мәселе, күйеуіңіздің солай жасағанына сіз өте шошып тұрсыз, иә? Маған измена жасап жатыр, өзінің қолымен, әлде актрисалармен деген сияқты, сізде сондай дабыл қағылып тұр, қоңырау қағылды, және сіз ішіңізде үрей, қорқыныш оянып кетті. Ертең бір нәрсе дұрыс болмай қалса, немесе күйеуім ары қарай кетіп қалса, мен қайтара алмайтын сияқтымын деген сияқты түрлі сізде ішіңізде процестер болып жатыр. Енді жауабын өзіңізде тауып алған екенсіз. Ол нәрсені бала кезден бастаса, кейін әдетке айналдырып өте көп жасайтын болса, демек ішіндегі агрессиясын солай шығарғаны, немесе ата-анасы шектен тыс қысым көрсеткені деген теорияны жаттап алғансыз, бұның жауабын да біліп тұрсыз. Қызығы, енді сіз ол күйеуіңіздің ата-анасының орнында өзіңіз тұрсыз. Сіз енді оның бүкіл нәрсесін қадағалап тұрсыз, байқайсыз ба? Оның жеке кеңістігі, тәні, жеке интим тұстарының өзін сіз деп қадағалап тұрғыңыз келеді. Так, не істедің? Қай жерде не болды? Қаны көрсет маған деп. Күйеуіңіз сіздің ұлыңыз емес. Ол сіздің жарыңыз, жұбайыңыз, және ол сіз сияқты ересек адам. Оның өзінің мәселелері болады, жеке мәселелері, және сіздің барып ол жаққа баса көктеп кіріп, аңдып, тексеріп, өлшеп, сантиметрмен, белгілермен болды ма, болмады ма, не болды деген, ол енді сіз оның мамасы болғыңыз келетінін білдіреді. Менің ойымша, бұл қате болуы мүмкін. Сіздің күйеуіңіз босаңсығысы келетін сияқты, расслабиться еткісі келетін сияқты, үнемі стрессті жүргісі келмейтін сияқты, ал сіз босаңсуға 1 секунд та бермейтін сияқтысыз. Не байқадыңыз ба? Керісінше сол әдетін көбірек жасауға итермелеп жатқан сияқтысыз. Өйткені аңдайсыз, ойлайсыз, ары жатса да, былай қарап қалса да, теріс қараса да, соны ойлайсыз, соны айтуыңыз мүмкін. Ол күйеуіңіздің бүкіл тесігіне өзіңізді тығып қойғыңыз келіп жатыр. Мәселе сізде болып тұр. Оның асқазанына да, көзіне де, миына да, басқа мүшелерінің барлығына өзіңізді ғана қойып қойғыңыз келеді. Бұл сіздің қорқынышыңыз. Махаббаттан, мейірімнен, ең жақын адамыңыздан айырылып қалудан қорқуыңыз мүмкін. Әсіресе мама, ата-ана шыға келеді бұл жақта да, байқасаңыздар. Солардан айырылып қалудан қорқуыңыз мүмкін. Бұл мәселенің түбі, сізде қорқыныштың түбі өте тереңде жатыр. Десе де күйеуім қойды дейсіз, бірақ әлі соны шұқып жүрсіз. Осы мәселені ойланып көріңіз. Қорқыныш, үрей деп жатырмын, оның барлығы адамның бойындағы сезімдері. Адам не істейтінін білмейді, қайда қоятынын білмейді. Сіз маған, менде өте көп қорқыныш тұр, өте үлкен қорқыныш тұр, оны не істейтінді білмеймін деп жатсыз. Егер шынымен дәл осы мәселені шешкіңіз келетін болса, сізге де сезім, махаббат, ақша атты терапиялық курсымды ұсынар едім. Ол жерде сезімдердің әрқайсысын танимыз. Ал сезімнің біреуі бұл қорқыныш, одан кейін ең маңызды біз іздейтін сезім бұл махаббат. Сіз махаббат іздеп жүруіңіз мүмкін, махаббаттан айырылып қалудан қорқуыңыз мүмкін. Бұл мәселенде өз сұрағыңыздың да жауабын дәл осы курстан табатыныңызға сенімдімін. Ол жерде құр теория жоқ. Жаңағыдай сіз жаттап алып, анау-анадан, әке-шешесінен былай үшін жасайды, мынау үшін жасайды деп отырмайсыз. Ол жерде терапия бар. Терапияда сіздің бейсанаңыздағы осы бүкіл нәрселерді алып шығып, сонымен жұмыс істейміз.
тек теория жаттамайсыз, тіпті жаттаған теорияларыңыздың өзін басқаша түсінуіңіз мүмкін. Сіз күйеуіңізден айырылып қалуға қорқасыз, басқа бір жаққа кетіп қалады деп. Бірақ не үшін қорқасыз? Сізде ондай тәжірибе болған жоқ қой. Күйеуіңіз тастап кетіп, басқа қызға кетіп қалу деген оқиғаны бастан өткерген жоқсыз әлі. Бірақ алдын ала болмаған нәрсені сіз қайдан болжайсыз? Демек, сіздің балалығыңызда қазіргі өмірге дейін жақын адамның сізге сондай бір тырнақшаның ішіндегі сатқындық жасауы болған. Сол больді, сол жараны қорғаштап жүрсіз. Біреу қолын тегізсе де, басып кетсе де, сол сыздап тұрған жараның іріңін шығарып жіберетін сияқты. Соншалықты ауыр. Сондықтан сезімдеріңізбен, жан дүниеңізбен жұмыс істеңіз. Күйеуді жайына жіберіңіз. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде не болып жатқанын түсінсеңіз, қатынас мүлде басқа деңгейге шығады. Әрине, біз көбіне күйеуді кінәлай саламыз, түрлі жайтқа дейін жеткіземіз, өзіміз де білмейміз, күйеу де білмейді, екеуі екі тілде сөйлеседі, бірін-бірін айқайлап та ести алмайды, сосын қол көтеру басталады, ары жағында түрлі травмалар кетеді. Өкінішке қарай, ол оқиғаға жетпес бұрын сезімдермен жұмыс істеуге кеңес берер едім. Самал желден бұл әуеннен керегіңді аларсың байқатпай. Хат маған өте көп келді бұл тақырыпта. Өзім телеграм каналымда арнайы сұраған едім, жекеге жазуға болады, сол жерде жазуға болады деп. Өте көп тақырып бар. Жалпы бұл ауқымды тақырып тек ер мен әйелдің төсекте бас қосуы туралы емес. Оның артында өте көп деңгейлер, өте көп мәселелер жатыр. Бұл тақырыпты тағы да ашамын. Егер сұрағыңыз болса, дәл осы тақырып болсын, басқа тақырып болсын, сұрағыңыз болса жазыңыз, жекеге жазуға болады, немесе каналдарыма, тіпті осы видеоның астына жазуға болады. Тереңінен жауап беруге тырысамын. Дәл осы видеом ұнаса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, бөлісіңіз. Айтыла бермейтін жасырын тақырыптардың артындағы мәселелерді ақырындап осылай шығарамыз, басқа қырынан қараймыз және жанымызды емдейміз деген ниеттемін. Келесі видеоларда кездескенше құшақтадым. Самал желден